KZ. Саламатсыз ба? Мен ау Инстаграмнан не етіп едім? Домбыра бойынша. Я тыңдап тұрмын. Все, ата мына сөйлесе беріңіз. Көтеріп па телефон? Алло. Алло, я ассалаумалейкум. Бағаналы бір звондап отырмын. Неге көтермейсің? Очередь қой линияда бізде. Инстаграмдан көрдіңіз бе? Қай жерден көрдіңіз? Енді көрген жоқпын әлі. Просто реклама бойынша, бартер бойынша алғым келіп тұр мен. Бартермен ба? Енді атал бартер болғаннан кейін қалай болады екен енді ол? Негізі телефонмен кездесіп болсын сөйлессек болады негізі. Каналыңыз бар ма сіздің? Сен ана канал дегенде былай қой. Сен Димаш танисың ба? Сен Димаш танымасаң білмеймін. Бәрі таниды ғой Димашты. Димаш танимыз ғой, танимыз ғой. Кәдімгі Димаш, иә. Ол менің ауылдасым ғой. Қандай қаштанмын ғой мен. Мен кішкентай кезінен, шын айтам. Кішкентай кезінен өзім ана қоран өрте жаздаған, өзім алып шыққам. 4-ші класста да балалардың таяқ жеген кезде өзім барып құтқарып қалғам. Вообще біраз бол. Тоқтай тұрыңыз, ата, тоқтай тұрыңыз. Бартерға керек жарайды ол. Оны айтайын деген сізге, мен менеджермін ғой, ата, мен оны қазір сізге сразу бүйтіп айтамайды екенмін. Енді, вообще былай ғой енді. Мен өзім канал ашып қойдым, ана неден. Тиктоктан ашып қойдым каналымда. Тиктоктан канал, иә? Тикток қой. Қанша подписчик барсың? Қанша подписчик дегенде 10 видео салғам. Енді кеше күшті жинап 67 адам болып тұр қазір. Қанша? 67 адам болып тұр. Ой, атайын, Димаш танысаңыз кішкене 67 адам болғанда бартер Димашқа айтпайсыз енді ондай болсын. Енді айтқанда ол пока машина жөндеп жатыр әзір деді, ол пока босамайды шығар енді. Машина жөндеп, тоқтай тұрыңыз, ата, сіз кәдімгі Димашты айтып тұрсыз ғой, Құдай бергенсіз, иә? Шабдетов Димашты айтып тұрман, заправка шығып тұратын. Қаяқта, ол Шабдетов деген кім ол, ата, қаяқта Димашты айтып тұрсыз? Ана есточник жігіт қой, қаладан келеді оған бәрі. Оның подписчик вообще көп, 325 па сондай подписчик болып тұрады. Ата, ол болмайды ғой, ол бар. Болмаса қой кезек деген группа бар, сол жерге салам, күшті қып реклама жасайды. Жақсы, ата, ол просто білесіз бе енді, ол менен... Айтшы маған бір-ақ сөз айтшы, домбыра KZ-ті бүкіл жерге таратып жібердім мен. Иә, оны түсініп тұрмын, ата. Просто қараңыз, бізде ол маған байланысты емес қой, ол қазір негіз бастыққа айтып көрейін мен. Вот почему не горят фонари. Каждый второй сухари